Армысыздар. Бүгінгі кезекті сұхбатымыз мектеп директоры Айтолқын Әсемнен өтеді. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірінші кезекте өзіңіздің мектебіңіздің ерекшелігі жайлы айтып өтсеңіз. Бірінші кезекте мектебіміздің ерекшелігіне тоқталатын болсам, ол мектебіміздің шағын жинақты мектеп екендігінде. Және бүгінгі таңда мектебімізде 72 бала білім алуда. Рахмет. 2025 жыл аяқталып келеді. Осы орайда жеткен жетістіктер мен үздіктер қатарына тоқтала кетсеңіз. Мен үшін әрбір ұстаз, әрбір бала үздік, ерекше. Бір бала білімімен, бір бала ақыл ойымен, бір бала өзінің ерекше жан дүниесінің ашықтығымен, бір бала ерекше адалдығымен, бір бала ерекше қол өнерімен, немесе спортқа бейімділігімен үздік болуы мүмкін. Ал жалпы биылғы жылғы жеткен жетістіктерімізді бастауыш сынып өкілдері және гуманитарлық, политехникалық, әскери спорттық жарыстар бойынша жеке дара оқушылар өздері баяндайтын болады. 2024-2025 оқу жылы бастауыш сынып оқушылары үшін жетістікке толы жыл болды. Сембаев Сырым Алтын Сақа математикалық олимпиадасының аудандық кезеңіндегі бірінші дәрежелі жеңімпазы. Балтабаева Айзере Алтын Сақа математикалық олимпиадасының бірінші дәрежелі жеңімпазы. Серікбай Алдияр Алтын Сақа математикалық олимпиадасының бірінші дәрежелі жеңімпазы. Серікбай Алдияр Алтын Сақа облыстық кезеңінде ерекше жетістігі үшін грамотамен марапатталды. Бастау республикалық олимпиадасының аудандық кезеңіне белсене қатысып, бастауыш сынып оқушылары 3-ші орын және жекелей қуандық дарын Серікбай Алдияр 3-ші орындарын иеленді. Молдағалиева Алима орыс тілі пәнінен 3-ші орын, Балтабаева Айзере математика пәнінен 2-ші орын, Серікбай Алдияр математика пәнінен 1-ші орын, Абдуллахит Амина дүниетану пәнінен 1-ші орын, Сембаев Сырым қазақ тілі әдебиетінен 2-ші орындарын иеленді. Мектебіміздің оқушылары түрлі бағыттарда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Олар пәндік олимпиадалар, шығармашылық байқауларда жүлделі орындарға ие болуда. Еспаева Еркежан ағылшын тілі пәнінен аудандық олимпиада 2-ші орын, Қалибек Асылмұра орыс тілі пәнінен 2-ші орын, Хасенова Данара Абай Пушкин оқулары байқауынан 1-ші орын, қазақ тілі пәнінен аудандық олимпиадада 3-ші орын, Мұхамеджанова Күмісай орыс тілі пәнінен аудандық олимпиадада 3-ші орын, ауыл олимпиадасының облыстық кезеңінде 2-ші орын, Канжыл қызы Ағеке құқық пәнінен аудандық олимпиадада 1-ші орын, облыстық кезеңде 3-ші орын, Қуандық Каусар тарих пәнінен аудандық олимпиадада 3-ші орын, Сембаева Іңкар қазақ тілі пәнінен аудандық олимпиадада 1-ші орын, Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі пәнінен олимпиадасының аудандық кезеңінде 2-ші орын, Сембаева Гүлдана қазақ тілі пәнінен аудандық олимпиадада 2-ші орын, Досхан Ақмарал құқық пәнінен республикалық олимпиадада сертификат және қазақ тілі пәні олимпиадасының облыстық кезеңде 3-ші орын иеленді. Бұл жетістіктер ұстаздар еңбегі мен оқушылардың табандылығының нәтижесі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша жаратылыстану математика пәндерінің қол жеткізген жетістіктері. Тұрарханова Еркежан 7-ші сынып оқушылары арасында физика пәні бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңіне қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жомарт Бәзенұлы атындағы физика пәні бойынша облыстық зияткерлік олимпиадасының аудандық кезеңіне белсене қатысып, жүлделі 1-ші орын алды. Жомарт Бәзенұлы атындағы физика пәні бойынша облыстық зияткерлік олимпиаданың облыстық кезеңіне белсене қатысқан үшін сертификатпен марапатталды. 8-ші сынып оқушылардың арасында жалпы пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңіне физика пәні бойынша белсене қатысып, жүлделі 1-ші орынға ие болып, облысқа жолдама алды. Құрманов Байжан 9-ші сынып оқушылар арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңіне физика пәні бойынша қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. 7-ші сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде химия пәнінен Умурзакова Мунуар 1-ші орын, облысқа жолдама.
9 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде биология пәнінен Абдулахит Ақниет 2 орын. 10 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде география пәнінен Маутжанов Бекмұхамат 2 орынға иеленді. Математика пәні бойынша Серікұлы Бекзат 7-8 сыныптарға арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі 1 орын, облыстық кезеңнен 2 орын. Бәзенұлы олимпиадасынан аудандық кезеңінен 1 орын, облыстан 1 орын. Аманов атындағы олимпиаданың аудандық кезеңінен 1 орын, облыстан сертификат. Ауыл мектептеріне арналған олимпиада аудандық кезеңінен 1 орын, облыстан 1 орын. Серікбай Алдияр Алтынсақа аудандық кезеңінен 1 орын, облыстан сертификат. 5-6 сыныптарға арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінен 3 орын. Қазезов Шыңғыс Алтынсақа аудандық олимпиадасынан 2 орын, Ақбота 2 орын. Нығметоллаев Нұрали Алтынсақа олимпиадасынан 2 орын, республикалық пәндер бойынша математикадан аудандық кезеңінен 3 орынға ие болды. Асық ату, тоғызқұмалақ қазақ халқының дәстүрлі ойындары. Қазақ халқының ұлттық ойындарының көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Бұл ойындар баланың жастайынан жеке жүйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ептілікке, ұстамдылыққа тәрбиелейді. Қазіргі кезде әлемнің көптеген елдерінде тоғызқұмалақ жақсы насихатталып жатыр. Мектебімізде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Искаков Серік Серікбаевичтің ұйымдастыруымен асық, тоғызқұмалақ секциялары жұмыс істейді. Ұлттық ойындардың ережесі оқушыларға түсіндіріліп, жүйелі түрде жұмыс жасалып келеді. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде мектеп оқушылары аудандық, облыстық сайыстарға қатысып, жүлделі орындар иеленуде. 5-8 сыныптар тоғызқұмалақтан республикалық мектеп лигасы аудандық кезеңнен 1 орын, 5-8 сыныптар асық атудың 5 табан аудандық кезеңінен 1 орын, 5 табан жарысы чемпионатының облыстық кезеңде 3 орын, 5 асық жарысының облыстық кезеңінде өткен чемпионатта 3 орын, 5 асықтан 7-8 сыныптар арасында республикалық мектеп лигасының облыстық кезеңінде жүлделі 3 орын иелендік. Мектебімізде республикалық мектеп лигасының аудандық тоғызқұмалақ жарысы өтіп, 7-8 сыныптар және 9-11 сыныптар жеңімпаз атанып, облыстық жарысқа жолдама алды. Оқушыларды мергендікке, шапшаңдыққа, батылдық пен тәртіпке баулу арқылы елін жерін сүюге тәрбиелеу және әскери патриоттық тәрбие негізінде мектебімізде жас мерген үйірмесі жұмыс атқарып келеді. Үйірмеге қатысушылар облыстық қауіпсіздік мектебі жарысында командалық 2 орын, халықаралық Айбын әскери патриоттық жастар жиынының облыстық кезеңінде Айбын жұлдызы шығармашылық байқауы бойынша 3 орын иеленді. 2025 жылы Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованы еске алуға арналған Абай мергені 2025 аудандық әскери патриоттық турнирінде тіреумен ату кезеңінде белсене қатысып жүлделі 1 орын, облыстық кезеңінде 3 орын Серікқызы Медина жеңіп алды. Кеңес одағының батыры Айкеш Ибраевтың 100 жылдығына арналған аймақтық әскери спорттық ойындарда пневматикалық мылтықпен нысана көздеуден 1 орын, шалқалап жатып денені көтеруден 1 орынды иелендік. Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі халық қаһарманы Нұрмағанбетовты еске алуға арналған әскери қолданбалы спорт түрлері бойынша облыстық турнирде командалық 1 орын иелендік. Жаңа Семей командасында Жеңіс ұлы Қуаныш қатысып, командалық 1 орынды иеленді. Жеңіс Қуаныш автоматты толық емес бөлшектеу және жинақтау кезеңінде ұлдар арасында жүлделі 3 орын иеленді. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованы еске алуға арналған Абай мергені 2026 аудандық әскери патриоттық турниріне белсене қатысып жүлделі 1 орын иеленді. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованы еске алуға арналған Абай мергені 2026 аудандық әскери патриоттық турнирінде Серікқызы Медина 3 орын, Сембаева Іңкәр 1 орын, Қажболат қызы Ақбота 1 және 2 орынды иеленді. Сіздің 2026 жылға қандай жоспарларыңыз бар? 2026 жылға жоспармен бөлісетін болсам, бүгінгі таңда біз
реновация мектептерінің қатарында тұрмыз. Келесі оқу жылында мектебімізде үлкен ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Осы 25 жылы мен ерекше атап өткім келеді. Қазақстан халқы қоры бізге математика цифрлы кабинетін және наука кабинетін жабдықтап берді. Оның алдында бізде физика кабинеті толығымен, биология кабинеті, лингофон кабинеті және техника кабинеті мен жабдықталған болатын. Әр айтылған құнды пікіріңізге, атқарып жатқан ісіңізге көп рахмет. Рахмет. Ескі жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан күтердік көп демекші. Келе жатқан 2026 жылмен барша қазақ елін, ауылымыздың халқын, мектеп ұстаздарын, ата-аналарымызды және оқушыларымызды жаңа жылмен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болып, бейбіт заман болсын. Әрбір алдыға қойған мақсаттарымызға жетуге Аллам нәсіп етсін. Қазақтың ерекше бір жақсы сөзі бар ғой, бауырымыз бүтін болсын деген. Барлығымыздың бауырымыз бүтін болсын.